Қайырлы күн, кітап құмар, кітап сүйгіш оқырман. Қостанай облысында 2024 жылдың 1 ақпанында «Оқы және жең» атты облыстық байқау негізін қалаған болатын. Бұл байқауға қаламыздағы кітап құмар оқырмандар да қатысып, белсенділік танытып, алғашқы жобаның алғашқы оқырмандарына айналды. Осы орайда байқаудың әр кезеңінде оза шауып, алғырлық танытқан қатысушылардың бірі Қосанова Сайлаукүл апайымызбен жақсы кітап жан азығы тақырыбында сұхбат өтетін болады. Өзіңізге қойылатын алғашқы сұрақтың бірі, байқауға қалай келдіңіз? Осы «Оқы және жең» байқауы сізді несімен қызықтыра алды? «Оқы және жең» байқауға келген себебім, осында менің өзімнің кітапханада істейтін Айсұлу әріптесім осындай не болып жатыр, байқау болып жатыр деді. Мен қатыс деп айтқан жоқпын, үлкен кісі болғаннан кейін. Соған қатысқым келді. Әңгіме жеңгенде емес, оқып, соны өзімді байқап, әрі рухани азық ретінде өзімді сынағым келді. Енді бұл байқау біздің осы облыс көлемінде алғаш бастау алып жатқан жобалардың бірі, соның алғашқы қатысушыларының бірі де өзіңізсіз. Бұл байқауда өзіңізге ең ұнаған қызықты шығарма қандай болды? Осы неде байқауда ұнаған негізгі шығарма менің өзімнің жерлесім Ақан Нұрмановтың шығармасы «Құланның ажалы». «Құланның ажалы» өте сүйіп оқитын кітабым болды. Өзімнің жерлесімнің әдемі жазылған. Өз балалық оқушы кезінде де осыны оқығанбыз кезінде. Осы кітап маған өте ұнады. Себебі онда өзіміздің батыр тұлғамыз, Кейкі батыр туралы, оның батырлығы, оның алғырлығы, оның адамға сенгіштігі, адамгершілігі туралы жазылады. Соны біздің жастарымыз соны оқып, содан үлгі алып, өнеге алса екен деген деп ойлаймын. Жастарымыз оқыса екен осындай кітаптарды. Адамға рухани азық қой кітап деген. Адамды рухани жағынан байытатын. Сондықтан да негізінен балаларымыз осы кітап оқыса екен деген. Осы нетіп отырған байқаулар бұдан да әрмен қарай жалғасын тапса екен деген үмітім бар. Енді жаңа өзіңіз айтқандай шығармашылығымен оқырманды қызықтыра алған осы байқаудың негізгі талаптарының бірі оқыған шығарма бойынша тест тапсыру болатын. Сол тест тапсыру кезіндегі әдіс тәсілдеріңізбен, әсіресе мынау шығарма авторларының белгілі жаңағы жылдарды оңай жаттап алудағы лайфхактарыңызды бөлсеңіз. Мен өзі негізі кітап оқыған кезде мен кітапта кейбір нелерін жазып отырып оқимын. Жазып оқып отырған кезде адамның басында көбірек қалады. Сондықтан жазып оқып отырдым. Енді өзіңізбен өтіп отырған осы сұхбатында негізгі тақырыбы жақсы кітап жан азығы тақырыбында болған болатын. Енді осы алдағы сайыстың қатысушыларына айтар тілегіңіз, ұсыныстарыңыз болса айта өтсеңіз. Алдағы байқауға қатысатын жастар қатысса екен, кітаппен көбірек оқып, рухани байлықтарын дамытып, адамның жан азығы деп отырмыз ғой, осы азығын көбейтіп, білімді де білгір, азаматша болса екен. Үлкен рахмет сұхбатыңыз үшін. Енді осы жылдағы байқауға да қатысып бақ сынап жатыр екенсіз. Алдағы кезеңдеріне сізге тек қана сәттілік тілеймін. Оқитын шығармаңыз, кітабыңыз таусылмасын. Әмин.